Міне бұрынғы мен қазіргі заманауи салынған нәрселерді қараңыздар. Өкінішке орай құлап жатыр барлығы. Қазақстанда 2000 жылдан астам тарихы бар көне қалалардың бірі барын білесіз бе? Бүгін біз көне Тараз әлеміне келдік. 2000 жылдық тарихы бар. Тас. Кәдімгі саман, саздан жасалған тастар. Қазіргі саман сияқты, иә. Ал, ұстап қаратыл не? 2000 жылдыққа. Міне біз бүгін ауа райының жақсылығын пайдаланып Тараз қаласында жүрміз. Көне Тараз, мына қараңыздар. Көне Тараз археологиялық қазба жұмыстары жүргізілген. Осы жерде осылай адамдарға көрсету үшін осындай 2000 жылдық тарихы бар мынандай үйлердің жарлары. Бұрынғы саман тастарды біз айтамыз қатты жалпақ емес екен. Және бөлмелері де кішкентай. Осыны дейтін кезінде қазып, енді осы күйінде ашық аспан астында мынандай күркелер жасап қойған. Мына мысалға бұрынғы құдықтың, біз айтамыз мына тастар заманауи тастарға ұқсайды, бірақ сол бұрындағы құдықтың қалай болғандығын көрсетіп тұрған макеттері. Бірақ мына жарлардың барлығы осы 2000 жылдық тарихы бар тастар. Қандай күйде сақталған дейміз біздер. Қазір осы Тараз қаласында жүргенімізді пайдаланып, осы жерде көне Тараз деген жерге келдік біздер. Бір тастың тарихы бар кәдімгідей. Бөлмелері де кішкентай. Ана жерде табылған заттардың, мынандай құмыралардың, қыш құмыралардың бөліктері қойып кеткен. Бөлмелері біз айтамыз кішкентай екен деп. Осылай археологтар қазба жұмыстарын жүргізіп, өздерінің қазір ұрпақтарға осындай керемет бұрынғы тұрмыс тіршілікпен танысуға біздерге мүмкіндік беріп жатыр. Мына жерде біз айтамыз, енді мынау не болса да қала ғой, енді қаладағы үйлер, мына бөлмелері түрлі шағын сол кезге біз айтамыз, не болса да енді бұл қарапайым халық тұрған болу керек. Қоймалары мекен, мына бөлмелері, мына қараңыз, әрі кетсе 2 метр, 2-2. Ал осындай жерге халықтар енді балдар ұйықтады мекен, бұл жақта мына бөлме сәл үлкенірек, онда дейтін үлкендер жатқан шығар. Осындай қызық. Қазір біз ана жақта да қарап келеміз. Ал әзірше мына құдығы бар жерлер, қыш құмыралардың бөліктері мына жерде табылған. Осындай бөлмелер. Ана негізі ол мұражай, осы жерден табылған заттарды қойған, бірақ өкінішке орай ол жасалмай тұрған көрінеді қазір. Мына жерде сосын тағы бір қызықты көрсетіп кетейін. Яғни әжеміз айтып жатыр, мынандай қол диірмені тастан жасалған. Енді келі сабы жоқ, уатқыш. Егер мен дұрыс айтып жатсам, білетіндеріңіз болса, айтып жіберерсіздер. Осымен қол диірменмен кезінде енді бидай, арпа, тары бәрін уақтап, уатып осылай жасады ғой. Мына осы археологиялық қазба жұмыстары жүргізіліп, біз үлкен қызымыз қазір 11-де, ол бір 3 жастарында, 3-те болғанда осында келдік біздер. Барлығы осы қалпында қалып қойған еді. Бірақ ол кезде енді біздер видеоға түсірмейміз, өзіміз тамашалап келіп қарауға келдік. Ал қазір енді өзіміздің осындай арнамыз болғасын, өзіміздің жүрген, көрген, білгендерімізді көрермендерімізбен таныстыруды жөн көріп, осындай міне көз көрген деген нәрселерді көрсетіп жатырмыз. Мынандай міне жол жасап қойған.
көрем деушілерге. Мына құмыралардың қалдықтары. Мына жерде мына қола бұйымдар дейді. Түрлі қола бұйымдары. Бұл жер жай ғана аспан астындағы мұражай емес, бұл Ұлы Жібек жолы бойындағы талай өркениетті көрген Тараз қаласының тарихы сақталған орын. Қазіргі саман сияқты емес, сәл өзгеше. Беті жалпақ болғанмен биіктігі ондай қатты биік емес тастар. Мына жерде мына құдық сияқты нәрселер бар. Бұл мүмкін от болған болар деп ойлаймыз. Осы жерді жылыту үшін. Екі бөлме екен мынау. Ана жерде 4 бөлмелі үй екен болған бекен сондай. Енді мен өзім болжамым бойынша бұл дейтін шұңқырлар осы ошақтың орны болуы мүмкін. Қараңыздар тастар. Тиындар топтамасы дейді. Сол кезде сауда енді Жібек жолында тұрған қалалардың бірі ғой. Осындай тиындар болған болып тұр. Бір кездері бұл қалада саудагерлер жүріп, әр түрлі елдердің мәдениеті тоғысқан, Тараз арқылы шығыс пен батыс байланысқанын білеміз. Құмыралардың фрагменттерін қойып кеткен. Қызық өте. Мына 1 ғасырда дейді жылнама бойынша. 1 ғасырда ежелгі Тараз қаласының іргетасы қаланды. 15-16 ғасырларда Қазақ хандығы құрылды. Яғни біз білеміз ол Қазақ хандығы Керей мен Жәнібек осы жақтан бастап алғандығын. Не ол да бір тарихи факт болып табылады. Сырлы қыш бұйымдар дейді міне мынандай. Аха. Өте қызықты. Мына жерде қараңыздар, құбырлар бола. Құбыр. Қазіргі кәріз желісі дейді ғой. Енді айтады ғой, осы біздерде бірінші моншалар пайда болған деп. Осы моншалардың кәріз желісі. Яғни қараңыздар, ол құбырлар. Менің енді болжамым. Біздің қасымызда айтып жүретін кісі жоқ. Өкінішке орай. Сол қыш құбырлар қараңыздаршы. Сол кездегі кәріз желілері болу керек. Шұңқырлар енді сол жаңа кәріз желілерінің шұңқырлары екен әйтеуір. Бір шұңқырларымыз бар. Ана жерде. Тараз қалашығы бірінші. Мынау 19 ғасырларда. 19 ғасырлар. Осы моншаның орны сияқты меніңше. Себебі көріп тұрсаңыздар, бірнеше шұңқыр бар, және мынау құбырлардың орны бар, сақталған. Соған қарағанда бұл монша болған болу керек. Қалған жерлерде тек мынандай қалған жарлары көрсетілген. Кәдімгідей сазбалшықтан жасалған болу керек, себебі қатып қалған. Осы енді жарлардың өзіне 2000 жыл болып тұр ғой. Ана жерде Таразға келуге мүмкіндік болмай жатырса, мына осындай біздің арнамыздан тамашалаңыздар. Мына қара, зергер көмбесі дейді. Яғни мында зергерлік бұйымдар табылған, көрдің бе? Түрлі білезік. 2015. Аха. Көрдің бе? Ішінде не заттар бар? Мына жерде мынандай құмыра. Құмыран тақтағы. Мынау деген сол көшенің меніңше мынандай тастардан құрылған жаңағы су ағып кету жүйесі. Сол кездегі меніңше солай. Мынау мысалы заманауиға ұқсайды. Ішіне кіруге бола ма екен, болмай ма екен? Болмайды дейді. Болмайды дейді ме?
монша емес пе екен осы? Монша ма екен. Ана отырған ше тоже монша. Қана Ахмет Яссауи сияқты тұр. Аха. Ахмет Яссауидің үлкен ол. Мына монша шығар. Мүмкін монша шығар. Көне бір құдыққа ұқсайды білем. Мына үйлердің бөлмелері кәдімгідей кең-кең қазіргі біздің бөлмелерімізге ұқсайды. Соған қарағанда мүмкін ауқатты ақсүйектердің сол кездегі үйлері болған болу керек. Мына жерде көріп тұрсаңыздар, осы көне Тараздағы бұрынғы үйлердің мынандай қалдықтары, жарлары көрсетілген. Бұл жерде кәдімгі ана жақта сіздерге әр тасының, жаңағы саман тастың бөліктері көрсетілсе, мына жақта мысалға майланып, сайланып қойылған жарлары көрініп тұр. Қараңыздар, өте қызықты. Қазір десіз, мынау мүмкін монша шығар. Монша мүмкін. Білем, менің болжауым бойынша мына түрлі, қазіргі мысалға заманауи тастармен салынған ғой. Астында мындай мүмкін мынау дейтін андай қазіргі пары бар моншалар болады ғой. Мүмкін астына мысалға су жіберіп, от жіберіп, мына тастар қызып, мүмкін үстінен су құйып, солай моншаның бір түрі болған. Дренажный система. Иә, мүмкін сондай болған болар. Өкінішке орай бізге осының бәрін түсіндіретін тарихты жақсы білетін адам таба алмай тұрмыз. Мұражай жабық деп тұр. Өзіміз енді осылай болжап айтып тұрмыз. Не осылай біздің бүгінгі көне Тараз деген археологиялық жерге саяхатымыз аяқталды. Егер ұнаса, бір тарихи фактыларды білсеңіздер, біздің арнаға бөлісіп жазып кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Түрлі фактілерді, тарихи өзіміз жақсы көреміз. Қызымызбен қазір 5-ші сыныптың тарихын өтіп жатқасын, оған осы жерлерді көрсетіп, көзімен онан басқа кітапта оқимыз, археологиялық қазбалар деп. Біз шамамен енді көргесін, білгесін білеміз де, бірақ енді балаға өзі оқып жатқан тарихын, Қазақстанымыздың тарихын оқып жатқасын, осындайды көзбен көрген басқаша сезіледі ғой бәрібір.